Google Classroom үнемі жаңарып, оқытушыларға интерактивті және тиімді оқу материалдарын әзірлеуге көмектеседі. Бұл бейнеде біз Google Classroomның бірнеше жаңа функцияларын қарастырамыз. Google Classroom'ды ашыңыз. Сол жақ бүйірлік панельден ресурстар бөлімін таңдаңыз. Тапсырма жасау опциясын таңдаңыз. Сабақ мақсатына сай сұрақтар құрастырыңыз. Сіз бірнеше жауап нұсқасы бар сұрақтар, қысқа жауаптар немесе толық жауаптар сияқты әртүрлі сұрақ түрлерін қоса аласыз. Дайын тапсырмаларды Google Forms арқылы импорттауға болады. Сұрақтың ресурс бөлігін ашып, оқушыларға подсказка беруге болады. Тапсырманы оқушыларға жіберіп, олардың прогресін Classroom интерфейс арқылы бақылаңыз. Дайын жаттығулар жиынтығын қосу үшін Google Classroom'ды ашыңыз, курсты таңдаңыз. Жоғарғы сол жақ бұрыштан тапсырма жасау батырмасын басыңыз. Ашылған тізімнен тапсырма таңдаңыз. Тіркеу бөлімінде жаттығулар жиынтығы батырмасын басыңыз. Қажетті жаттығулар жиынтығын таңдап, тіркеу батырмасын басыңыз. Оң жақтағы панельде тапсырманы кімге тағайындау керектігін, тапсырма мерзімін, бағалау критерийлерін және ұпайларды белгілеуге болады. Ресурстарды пайдалану тағы бір жолы бейнемен тапсырма жасау. Бұл функция YouTube бейнелерінің ішіне сұрақтар енгізуге мүмкіндік береді. YouTube'тан қажетті бейнені табыңыз, немесе өзіңіз дайындаған бейнені жүктеңіз. Бейненің тиісті жерлеріне сұрақтар қосыңыз. Оқушылар бейнені көріп, енгізілген сұрақтарға жауап береді. Мұғалімдер оқушылардың жауаптарын бірден көріп, жедел кері байланыс ала алады. Ресурстарды басқа оқытушылармен бөлісуге болады. Ресурстың төменгі оң жақ бұрышындағы үш нүктені басыңыз. Сілтемемен бөлісу опциясын таңдаңыз. Мұғалімдерге сілтеме арқылы кіруге рұқсат ету параметрін қосыңыз. Сілтемені көшіру батырмасын басып, басқа оқытушыларға жіберіңіз. Google Classroom'ның жаңа мүмкіндігі Read Along оқушылардың ағылшын тілінде оқу дағдыларын жетілдіруге көмектеседі. Оқушылар мәтінді дауыстап оқиды, ал жиі олардың айтылуын талдайды. Google Classroom'дағы осы мүмкіндіктерді пайдалану оқу үдерісін жандандырып, дайындыққа кететін уақытты қысқартады.